Так, бәріңе сәлем достар. Бүгін сіздермен досик. Так, бүгін біз контр ойнайтын боламыз. Так, көп болды достар. Каналға онша қатты назар аудармай кеттім. Бүйтіп видео түсірмей. Енді қанша ұмытып кете бермейін видео түсіруді. Бірақ еще не. Ой, ё-моё. Еще не надо. Көп тірліктер шығып қалар анау дегендей ғой. Короче, енді достар, енді үзбей түсіріп тұрам. Достар, еще мен сіздерге айтқан едім, короче, жаз айларына қарай бір видео компьютермен шығады деп. Сол енді қаншасы бүгін? Бүгін 11 май. Так, 11 май. Достар, содан соң айта кетейін. Мен еще қанша? Бір апта ма, 2 апта ма неде болдым? Қаратауда жарыста болдым футболдан. Сөйтіп не алдық? 3-ші орын алып қалдық. Негізінде, достар, мен негізінде ойын ойнап сөйлесең бір түрлі есіңе дұрыс нелер жинай алмайсың. Мен, короче, неге по-моему бар ғой, мен телефонмен, кәдімгідей, осы телефонмен компьютерда Майнкрафт ойнасам деп едім. Бүйтіп видеоны түсіріп тұрасың да, ойнай бересің бірақ өзің. Қажет сөйтейін деп тұрмын мен. Әкелі автоматты. Базардың автоматы ме? Елдерім крутой. Так. Негізінде, достар, сіздерде, по-моему, негізінде не қылмай жатса, видео шықпай жатса, хотя былай комментария жазып па сөйтіп жүріңіз. Әйтсе мен, по-моему, ВК-ның ссылкасын описание қалдырып кетемін. Қуып отырмын, что-то. Көп болды, мен онша ойын ойнай бермеймін. Соған бүйтіп өз адам аттадым міне. Сөйтіп онша не қылмаймын, көңіл бөле бермеймін. Сосын сіздерге, достар, айта кетейін, еще осы ойында бір обновление болды, қараңыздар. Неде қызып жүр, көріңіз бе? Жаңа писіктер, міне, көріңіз бе, 2 писік. Сосын, достар, мен осы қайсықта бара өліп жүрген короче, мен осы ойынның атын неге жазып кетем. Ойынның атын, атын ғана жазып кетем. Көріңіздер, скачать етіңіздер. Қараңыздар, еще мне мынандай дробовик қосылды. Сосын мынандай писік, сосын мынандай писік қосылды. Сосын мынандай қосылды, мынандай 2 Мак-10 деген. Сосын мынандай снайпер қосылды не. Сосын басқа енді ештеңе қосылған жоқ. Сол қалғандар өз қалпында тұр. Сосын бір террористтен бір қыз, спецназдан бір қыз қосылды. Негізінде, достар, осы ойынмен ойнап көріңіздер. Өте тамаша ойын, өте керемет, рахат, типа контр сияқты. Достар, еще мен ең алғашқы видеомда осы видеоға арнадым, көрген шығарсыздар. Сол видеомда айтқан едім, осындай мен осы видеоға көп түсіріп тұрам деп. Тап енді дәл солай, короче, түсіріп тұрам сол ойынға көбінесе. Әйтсе басқа, мысалға, басқа ойындарға уже. Сосын, достар, осы видеодан кейін уже Clash of Clans шығуы мүмкін. Clash of Clans шығуы мүмкін. Қанша адам өтіп көрдім, еще кейбіреулердің басынан кетті ғой. Анапа қырылып қалды жарты.
Сосын достар, ұмытпаңыздар, видеоны көрдіңіздер ма, лайк басып каналға жазылып кетіңіздер. Смело, бесплатно ғой, ақша төлеп емес деп тегін лайк басып жіберіңіздер болды. Сосын бассаңыз маған жақсы видео шығарып тұрам. Әсіресе мен каналымда көп бір просмотр, кішкене просмотр жиналады, бірақ лайк пен несі жоқ, комментария. Хотя бы лайк баспасаңдар да комментарий жазып кетіңдер. Соның өзі біз үшін, мен үшін өте мәртебе деуге де болады. Негізі достар, осы ойында данына автоматын қара. Достар, мен егер де осы ойынға қанша бір 3 лайк жиналса бар ғой, 3 лайк жиналса болды, все. Мынандай скинмен ойнайтын болам, автоматтан осындай осындай скинмен ойнайтын болам. Содан соң достар, айта кетейін, осы ойынды ойнаңыздар, өте керемет ойын. Достарыңызбен сөйтіп ойнайсыз. Даже кейбіреулер бар ғой, зомбимен ойнайтындар. Бәрін достарын шақырғанда бір-бірлеріне айтып сөйтіп ойнай беріңдер. Өте тамаша ойынның бірі болып табылады бұл. Өте күшті. Ал біз айтпақшы, мен Қаратауда болған кезде балалардың бәрі осы ойыннан ойнады. Ең басында мен осы ойынды ойнаған едім. Содан соң балаларға айттым, осындай ойын бар дедім. Балалардың бәрі не ғой, уже шок қой осы ойынға. Рахат бір достарыңмен аламай жүрген өштен осы ойыннан аласыңдар. Рахат бір жағында күшті ойын, Counter Strike сияқты. Так, пулеметтен алсақ. Бұл ескі екен. Что-то адам аз сияқты ғой. Так, настройкасынан биттер әйтсені адамдар өлтіру смело отыр. Нормально. Так, енді рестарт басып жіберейін. Қазір қызық қылып. Өлтірмей. Қара 13-ке 20 кетіп жатыр. Так, мен үшін қазір ең мықты ойнан сатып аламын. 150, так, 150 не, типа хп сияқты ғой. Мен бұрында кішкентай кезімде қатты осындай Counter Strike 1-де алтын дейтін кәдімгідей мәсам кәдімгідей ойнаған кезде бар ғой. Сосын зомби ойнайтын, ой заряд көбірек. Зомбимен ойнайтын өте керемет еді осы. Достар, короче, мен скоро компьютерде Майнкрафт, сосын Майнкрафтқа түсірем. Сосын достар, айта кетейін, мен Майнкрафт жағыз компьютерде Майнкрафтқа түсірмеймін. Так, сосын неде түсірем, не зат анау. Ат не зат? Battlefield деген қазір затке қосылайын. Сөйтіп не түсірем, короче, Battlefield түсірем. Тану қараңыздар, бағана біздің командада 13 адам еді. Аналарды террористерден 20 етіне. Қазір бізде 3 адам, оларда 5 адам. Қырып сағымызың балалар. Өзім ататқан ғой де. Енді сосын мен кішкене чуть-чуть ауырып жүрмін. Дауысымды көрген шығарсыздар. Көрер етеді.
Так. Мынаны сатып аласың. Так, мынаны сатып аласың. Мынаны сатып аласың. Вот, ақша жетті ғой. Как раз жетті ғой. Негізі пискаға да ақша жетеді. Бірақ не істеймін, ақшаны құртай беріп. Қазір әдемі ойын болады. Қараңдар. Өлсек кетті деген сөз қара. Бүйтіп тұрасың, секіресің, мен ана шекесі ойнап қалсам ғой. Жырным арттан аттым ма, не біле. Сосын достар, мен атын өзгертпейінші. Мына негізі Коста Кодер деген менің аккаунтымның аты ғой. Короче, ойыннан шығу керек қой үшін жарайды. Так, достар, енді бір ойыннан жіберейік, сосын қошайтын боламыз. Так, достар, қазір осы комнан кейін, короче, өлмеуге тырысам. Егер, так, опа, гранатаны ақтап жібересің бұлай. Атасың. Оқтайсың да, дәлін шекесін тік. Так, бұлай, тік. Болмай қалды. Тік. Ананы ату керек. Тыр. Жекам, қырып жансың. Мен саған шай батырып қоймақты не? Еще мияқта балалар өздері мияқта шайып кетті ғой. Мә саған. Енді өзіміз ғой, өзіміздің балалар ғой. Тегін автомат алып жүрмін ғой мияқта. Перемот аласың. Нормально. Қақты ғой. Так, достар, осы видеоны ұнаса лайк басып, каналға жазылып, комментарий жазып кетіңіздер, және лайк басыңыздар. Сосын достар, осы ойынның атын жазып кетем, әшейін описанияға. Короче, сендермен болған, сау болыңдар.